ұбт-да ағылшын тілін таңдап отырған барлық оқушыға сәлем. Сендермен бірге мен Бағдәулет, және бүгінгі видео сабақта мен сендерге ұлттық бірыңғай тестінің ағылшын тілі бойынша жаңа нұсқа талдау сабағын алып келіп отырмын. Бұл бізде 2024-2025 оқу жылының алғашқы бірінші нұсқа талдау сабағы. Демек, бұл дегеніміз біздің YouTube каналда басқа да осыдан бөлек нұсқа талдау сабақтары шығады. Сол себептен оларды жіберіп алмас үшін және бірінші болып көру үшін осы каналға тіркеліп қойды ұмытпа. Жақсы, алдымен енді нұсқа талдау сабаққа кіріспес бұрын сендерге мен екі қарапайым, бірақ өте күшті техникамен бөліскім келіп отыр. Бірінші кеңес ол тест сұрақтарын және оның дұрыс жауаптарын жазып алып отырыңдар. Егер қастарында дәптер, ручкаларың жоқ болса, видеоны паузаға қойып алып келіп алыңдар. И міндетті түрде сабақ барысында барлық сұрақтар жазатын болсаңдар, ол ақпарат просто так тыңдаған ақпаратқа қарағанда 4 есе сенің миыңда жақсырақ сақталады. Так что қарапайым техника болса да, ол өте пайдалы. И екінші кеңесім ол осы нұсқа талдау сабағын до конца көру, потому что көп оқушылар до конца көрмейді. Ол бізде шала білім болып қалады. Шала білім деген как жел үрген кезде қаңбақ қалай ұшып кетеді, тура сол сияқты сендердің миларынан да ұшып кетуі мүмкін. Сол себептен де мықтылап осы ақпараттың барлық сендердің миларында цемент болып қалу үшін до конца отырып барлық назарларыңды аударыңдар. Ну что ж, жақсы. Енді мені осы видеода алғаш рет көріп отырған оқушылар көп болса, сендерге мен өзім кішігірім ақпаратпен бөлісе кетейін, чтобы сендерге кім сабақ беріп отыр, біліп отыру үшін. Менің толық есімім Әзімханов Бағдәулет. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін және Алматыда офлайн Хелибери Алматы деп аталатын британдық мектепте тура сендер секілді білімге құштар оқушыларға ағылшын тілінен сабақ беремін. Мен өзім жалпы Австрияның Зальцбург университетінде шетелде білім алып келген мұғаліммін және Maximus English деп аталатын ұлттық бірыңғай тестте ағылшын тілін таңдайтын оқушыларды грантқа түсіретін менің онлайн дайындық мектебім бар. Жақсы. Олай болса, мен таныған болсаңдар, кеттік бірінші сұраққа көшейік. Жалпы, бізде бірінші сұрақ нейді? Abstract noun. Жалпы, абстракт деген сөзге назар аударайық. Абстракт деген сөз, алғаш рет естіп отырған болсаңдар, бұл көзбен көріп, қолмен ұстауға келмейтін нәрселер. Енді мұнда бізде 4 вариантта blood, silver, fear және cricket деген сөздер берілген. Кейбіреулердің бұлардың мағынасын білуі мүмкін, кейбіреулердің білмеулері мүмкін. Давай бірге практика жасап көрейік. Қараңдар, мына суретте не көріп тұрмыз? Біздер қанды көріп тұрмыз, Қан деген сөз ағылшын тілінде ол не болады? Blood деп жазылады, Окей. Екінші бізде не көріп тұрмыз? Біздер күміс. Күмісті ағылшын тілінде silver деп атаймыз. Ал мұнда не көріп тұрсыңдар, оқушылар? Мұнда біздер қандай да бір адамның спортпен ойнап жатырған көріп тұрмыз, Бұл спорттың түрін біздер крикет деп атаймыз. Ал мұнда қорқыныш, то есть адамның қорқыныш сезімін fear дейміз. Сонда дұрыс жауап бізде болады екен. Мұнда қанды қолмен ұстап көре аламыз, күміс ұстай аламыз, Тоже крикет деген бұл спорт түрін көре аламыз, ал fear адамның қорқынышын ұстай алмаймыз, көре алмаймыз. Просто бұл адамның сезімі болған себептен бұл абстрактілі зат есім С варианты бізде дұрыс жауап болады екен. Жақсы. Келесі екінші сұрақ synonym of near. Near сөзінің синонимін табыңыз дейді. Жалпы far, different, remote және close деген 4 сөз берілген. Бұлар бір-біріне өте ұқсас адамды тұтастыратын сөздер. Кеттік әрқайсының аудармасына тоқталып көрейік. Far деген сөз бұл ұзақ не болмаса бір нәрсенің алыс екендігін көрсетеді. Ал different деген сөз бұл бір зат пен екі заттың бір-біріне ұқсамайтындығын, әртүрлі екендігін атап жеткізу үшін қолданады. Ал remote деген сөз бұл қашық, алыс деген сөз. Мысалы, remote learning деген сөз естулер мүмкін осы COVID кезінде. Келесі сөз бұл close деген сөз. Close деген сөз екі мағына береді. Етістік мағынасында ол есікті не болмаса, любой бір нәрсені жабу деген сөз. Ал екінші сын беретін болса, онда ол қандай бір нәрсеге жақын деген мағынаны береді. Олай болса, near деген сөз ол итаке бізде жақын деген сөз. Демек, жақын деген сөзге синоним қайсы болады екен? Әлбетте, close сөзі D варианты келеді екен. Кеттік. Үшінші сұрақ.
Correct word, дұрыс сөзді табыңыз дейді. She ran very fast, she lost the race. Қараңдар енді. Бұл жерде she lost the race. Race дегеніміз бұл жарыс. Демек, жарыста жеңіліске ұшырады дейді. Run very fast. Өте қатты жүгіргеніне қарамастан ол жарыста жеңіліске ұшырады дейді. Енді if деген сөзді қолданамыз ба? Егер if деген сөзді мына жерде қолданатын болсақ, онда мына жерде would lost болу керек еді. Енді көпшіліктерің әлі де болсын сендер conditional sentence'ті өтпеулері мүмкін. Поэтому conditional бұл жерде келмейді екен, иә? Және unless деген сөз бұл да conditionalға келеді. Сол себептен пока что шартты сөйлемдерді сызбастаймыз. Although не болмаса despite деген екі сөз тұрады. Қайсысын біздер қоюымыз керек? Жалпы бұл although және in spite of, despite деген сөздерден кейін қандай сөздер келеді? Не болмаса одан кейін келетін структура қалай? Сол назардарыңызға керек. Мысалы, despite деген сөзден кейін бізде зат есім не болмаса есімдік келеді деп тұр, не болмаса просто герундий, етіске verb ing жалғану керек дейді. Қараңдар. Despite the bad weather. The bad weather дегеніміз бұл просто зат есім. Despite дегеннен кейін verb ing келіп тұр. Being деген сөз. Ал енді although деген кейін не болады? Сендер зат есімді тікелей қоя алмайсыңдар. Although дегеннен кейін толыққанды сөйлем келу керек. То есть, қараңдар. They are generous, although they are poor. Не болмаса although I moistened it, the flap doesn't stick to the envelope. Көріп тұрсыңдар ма? Although дегеннен кейін толыққанды сөйлем келіп тұр. Демек, бізде не болады? Although she ran very fast, she lost the race. Демек, бұл варианты дұрыс болады екен. Көрдіңдер ма? Қалай біздер дұрыс жауап тауып жатырмыз. То есть, сендерге де дәл осындай тест барысында талдап түсіндіретін мұғалім болу керек. И сендер осы видео сабақты толық түсінген кезде ғана осыған ұқсас сұрақтар ертең келетін болса сендерге, онда міндетті түрде қиналмай дұрыс жауап беріп үйренетін боласыңдар. Кеттік. Төртінші сұрақты көреміз. Correct superlative adjective. Дұрыс күшейтпелі шырайдағы сын есімді табыңыз дейді. Жақсы. Жалпы cold деген сөз бұл жекеше шырайдағы сын есім. Жекеше шырайдағы сын есімнің алдында просто біздер the деген артикль қоямыз да, mostсыз келу керек. Most деген сөз бұл көп буынды сөйлемдердің алдына келеді. Егер мысалы, жаңағы beautiful деген секілді сөз келетін болса, онда оның алдында the, потом most етіп қоямыз, иә? Қараңдар. Popularity деп айта алмаймыз ғой. The most popular болу керек, егер Б вариантын біздер дұрыс жауап қылуымыз келсе. Craziest деген сөз келеді, бірақ бұның алдында не жоқ? The артикль жоқ. Сонда оқушылар не болады? На ережені естеріңізге сақтап алыңдар. Барлық күшейтпелі шырайдың алдында әрдайым the артикль келу керек. Д вариантын көрейік. The most difficult. Қараңыздар, difficult. Но үш буынды сөз, үш буынды сөздің алдында most деген сөз келеді, және оның алдында the бар. Значит, дұрыс жауап бізде Д болады екен төртінші сұрақта. Түсінді ма? Кеттік. Келесі бізде бесінші сұрақ. Future perfect. Future perfect етістігінің шағы бұл қандай мағынаны білдіреді дейді. Жалпы future perfect дегеніміз бұл болашақта нақты бір қандай да нәтижеге жеткізетін етістіктің шағы. Мысалы, сендер 9 айдан кейін ұлттық бірыңғай тестіні тапсырып боласыңдар. Көрдіңдер ме? Бұл болашақта нақты бір уақытта сендердің көрулерің керек нәтиже. Демек, дәл осындай мағына беріп тұрған вариант бар ма екен көрейік. Make assumptions and predictions. Assumption дегеніміз бұл бір нәрсеге байланысты адамның болжамы. Prediction деген тоже болжам деген сөз. Progress at a specific time in the future. Болашақта нақты бір уақытта болып жататын қандай да бір процесс дейді. Мынау емес, бұл бізде future continuous шағы болу керек. Will be completed before a specific time in the future. Көрдіңіздер ма? Болашақта нақты бір уақытқа дейін белгілі бір нәтижеге жету керек іс әрекет, не болмаса ситуация. Демек, С варианты дұрыс жауап болады екен. Д варианты қараңдар, continuous up to another point in the future. Болашақта бір уақытқа дейін ұзақ уақытқа созылатын іс әрекет дейді. Жоқ, ол емес. Бұл бізде future perfect continuous жағына кетіп қалады. Ал С варианты бізде нақты future perfect болып тұр. Окей? Чуть-чуть қиын, алғашында
түсінем, но ничего страшного. Самый главный дәптерлеріңе жазып алып отырыңдар. 6-шы сұрақ. A dependent preposition for afraid. Afraid деген сөзден кейін әбден орны қалыптасқан демеуікті тап дейді. Жалпы бұндай демеуіктерде ешқандай ереже жоқ, просто сендер оны жаттауларың керек. Afraid деген сөзден кейін әрдайым of демеулігі тіркесіп келуі керек. Сол себептен де А варианты дұрыс болады. Одан бөлек, мысалы бізде depend on деген сияқты сөздер бар, иә? Әбден орны қалыптасқан. Енді бұл демеуліктермен тіркесіп келетін сөздердің біздер особенно ұлттық бірыңғай тестінде ең жиі қолданатын 36 сөз бар. Енді сендерге арнап мен оның тізімін жасап қойдым. И ол документтерді алу үшін мен сендерге PDF форматта жасап қойған. Просто осы видеоның астында ссылкаға өтсеңдер, Telegram каналда сол dependent preposition, демеуліктермен тіркесіп келетін сөздерді өздеріңе дәптерлеріңе жазып жаттап алсаңдар болады. Жалпы бұндай сөздер нағыз ұлттық бірыңғай тестте міндетті түрде келетін тақырыптардың біреуі. Так что міндетті түрде жүктеп алыңдар. Еще бізде Telegram каналда көп тесттер болады, жаңа розыгрыштар болады. Так что Telegram каналға тіркелсеңдер өкінбейсіңдер. Хорошо? Кеттік. 7-ші сұрақ. Reported speech. Ал төлеу сөз. Төлеу сөз бұл ең қиын грамматикалық тақырыптардың бірі. Және бұған байланысты біздер ұлттық бірыңғай тестте оқушылар өте көп қиналған алдыңғы жылы. Не еді? I have been working for this company for 20 years when I retired, she said. Енді осы сөйлемді біздер төлеу сөзге айналдыруымыз керек. Бұл грамматикалық тақырыпқа сендер жылдың ортасында ғана жетулері мүмкін. Яғни осы 4-5 айлық курстың соңында ғана сендер бұл тақырып өтулерің керек. Жалпы reported speechте етістіктің бір шағы алдыға жылжу керек. Бұны етістіктің шақтарының қиылысу деп аталады. Мысалы, қараңдар, I have been working. Мына жерде have been working деген етістіктің шағы бізде present perfect continuous шағы ғой. Ол past perfect continuous шағына өзгеріп кету керек. Сонда had been working болып өзгеріп тұр. Көрдіңіздер ма? Еще this деген сөз the деген артикльге өзгереді. Retired деген past simple'дағы етістіктің шағы had retired, то есть past perfect'ке өзгеру керек. Еще мұнда I деген сөздердің барлығы шеше деген сөзге өзгереді. Көрдіңдер ма? Қаншама өзгерістер енгізу керек. Сол себептен де мұнда не болып тұр? She said she had been working for this company болмайды. Көріп тұрсыңдар ма? This деген сөздер алып тастаймыз. She has been working деп айтпаймыз. Демек the вариант дұрыс болып тұр. She said she had been working for the company for 20 years when she had retired. The варианты полный дұрыс болып тұр. Окей. Енді сендер ағай мыналардың барлығын мен қазір қалай есімде сақтаймын деген сұрақ болуы мүмкін. Оқушылар, кез келген білім бізде ешқашан бірден келмейді, біртіндеп асықпай келеді. Ешкім барлығын бірден біліп кетпейді. Сол себептен де пока что көп нәрсе білмейсіңдер, это нормально. Ең бастысы сендер оңай нәрседен қиынға асықпай өтулерің керек. Ол дегеніміз оңай нәрсені қиынға асықпай өту. Бұл ОБТ-ның форматын сендер толық түсінсеңдер, яғни бірінші оңай тақырып, одан кейін мен қиын тақырыпқа өтем дегендей. Демек, ол жерде сендер жүйелі пошаговый дайындық жоспары жасайсыңдар. Пошаговый дайындық жоспарынан кейін артынан әрдайым сол дайындықтан кейін практика керек болады. Сол кезде ғана сендер қай тақырыпты бірінші оқимын, неден бастауым керек деген сияқты сендерді қинап жүрген, дайындықтарында артқа тартып жүрген осындай проблемадан жалпы айырыласыңдар. Ондай проблеманың шешімі менің онлайн дайындық курсында бар. Пока что сендер видео сабақтың соңына дейін күте тұрыңдар, сабақтың соңында мен курс жайлы кішігірім айтып өтетін боламын. Жарай ма? Келесі 8-ші сұрақ. Alternative question. Alternative question. Жалпы мына жерде alternative деген сөзді аударып көрейікші. Естулерің бар ма? Альтернатива деген сөз. Не болмаса география сабағын айтып мүмкін. Альтернативті энергия көздері дегендей. Альтернативті дегеніміз, яғни баламалы энергия көздері. Демек, бір нәрсенің орнын алмастыратын деген сөз. Демек, мына зат па, әлде мына зат па? Көрдіңдер ма? Демек, бұл жерде не бар? Бізде таңдау бар. Таңдауды біздер қай сөз арқылы айтып тұрмыз? Мына зат па, немесе мына зат па?
қай сөзге назар аударамыз? Немесе деген сөзге назар аударамыз. Демек, егер сөйлемде or немесе деген мағынаны білдіретін сөз келетін болса, or деген сөз немесе деген мағынаны білдіреді ағылшын тілінде. Ол бізде alternative question болады. A little nervous or excited. Өте оңай. А варианты бізде дұрыс болады екен. Ол alternative question деп аталады. Alternative question. Кеттік. 9-шы сұрақ. The correct variant, дұрыс вариантты табыңыз дейді. At first, I was really nervous about driving in Vancouver, but now I have it. Не дейді? Алғашында, I was really nervous. Маған өте қиын болады, не дейді? То есть мен be nervous дегеніміз алаңдау деген сөз. Ванкувер қаласының ішінде жүру маған өте қиын болды дейді. Бірақ қазір мен уже оған үйреніп кеттім дейді. Демек, үйреніп кету деген мағынаны білдіретін құрылым бар. I get used to it деп айтуымыз керек. Get used to it. Енді, мына жерде have деген вариант тұр. Демек, have деген екен не келу керек? Бізде it's-ның үшінші формасы келу керек. I have got used to it болады ма? Иә, с варианты бізде дұрыс болады екен. Так что, с варианты дұрыс. Сендер бұл жерде просто used to, be used to, get used to деген үш құрылымның бір-бірінен айырмашылығын ажырата білулерің керек. Кеттік, 10-шы сұрақ. Indefinite pronoun. Белгісіздік есімдігін тап дейді. Жақсы. Жалпы ағылшын тілінде қандай белгісіз есімдіктер бар? Бір кішігірім көз жүгіртіп өтіп көрейік. Жалпы another, any деп басталатын сөздер. Each деген сөз, either, сосын every деп басталатын сөздер, иә? Потом little, much, neither, no деп басталатын сөздер. One, other және some деп басталатын сөздер. Бұлардың барлығы бізде indefinite pronoun болады екен. Көрдіңдер ме? Both, few, many, other, several, иналардың барлығы indefinite pronouns. Енді көрейік. Мына жерде I can see that each country. Each деген сөз бар ма? Мына тізімде бар екен. Демек, дұрыс жауабы бізде А варианты. I can see that each country has its own advantages. Дұрыс болу керек екен. Просто сендер бұл жерде indefinite pronounның тізімдерін жазып, жаттап алуларың керек. Так что мына бетті даже скриншотқа түсіріп, не болса дәптеріңізге жазып алсаңдар болады. Кеттік. 11-ші сұрақ. She usually goes to Netherlands, but this time she decided to go to Bahamas Islands. Ой, бұл мұндағы артикль деген тақырып ең қиын тақырыптардың бірі. Даже интермедиат деңгейінде, upper intermediate деңгейіндегі үйренушілердің өзі шатасып отырады. Енді мұнда Netherlands, Нидерланды деген мемлекетте сендер ойларың мүмкін, ағай, Казахстан деген сөздің алдында артикль жоқ қой деп. Демек, Нидерланд деген сөздің алдында артикль болмайды ма деп? Жоқ, Нидерланд деген мемлекеттің алдында артикль болады. Бұл жерде бір ерекшелік бар. Бұл мына мемлекеттің артында S деген сөз жалғанып тұр. Netherland емес Netherlands болып тұр. Демек, мемлекеттің артына S жалғайтын болсаңдар, онда оның алдына V артиклін қоюларың керек. Енді Bahamas Islands аралдардың шоғыры. Жалпы аралдардың шоғырын архипелаг деп атайды. Демек, архипелагтардың алдында всегда V артиклін қолданып айтуымыз керек. Сол себептен де бұл жерде де V болады екен, иә? Сонда дұрыс жауабы D варианты екен. 12-ші сұрақ. Correct comparative structure. Дұрыс салыстырмалы құрылымдағы сөйлемді табыңыз еді. То есть салыстырмалы шарай қай сөйлемде дұрыс қолданып тұр. He is the happiest person I know. Жоқ, she is the happiest болу керек. Мен білетін ең бақытты адам деген сөз. Ондықтан мынау happiest болу керек. А варианты қате. The participants were more experienced than the previous participant pool. Я бұлай айтуға болады. Were more experienced than the previous participant pool. Я болады. His car is more faster than mine. Жоқ, his car просто faster болу керек. Неге өйткені fast деген сөз бұл бір буынды сөз.
The line moved more slowly. Қараңыздар. The line moved просто slowly болу керек. Сол кезде ғана бізде D варианты дұрыс болады. Еще қараңыздар. Previous participant pool. Мына жерде than деген сөз көріп тұрсыздар, иә? Than деген сөз бұл өзінен алдындағы сөзде салыстырмалы шырайдағы сөзді талап ететін анықтауыш сөз. И қазақ тілінде than деген сөзді қарағанда деп аударуымыз керек болады. Мынаған қарағанда екіншісі жақсырақ, мынаған қарағанда екіншісі әдемірек деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Сол себептен than деген сөз қолданатын болса сөйлемде, онда ол жерде салыстырмалы шырайдағы сөйлем болу керек. Кеттік. 13-ші сұрақ. The correct variant. Дұрыс вариантты табыңыз дейді. Our boss anything if you had kept silent. If деген сөз көріп тұрмыз. Демек бұл conditional, шартты сөйлем. Had kept дегеніміз бұл past perfect жағы. Көрдіңіздер ме оқушылар? Қарасаңыздар, мұнда қазір сіздер сразу бірден етістіктің шартты сөйлемдерін өтіп кетулеріңізге болмайды. Бірінші не қыларыңыз керек? Мұнда етістіктің шарттарын полный игеру керек. И содан кейін барып етістіктің жаңағы шартты сөйлемдеріне, не болмаса жаңағы reported speechке көшуге болады. То есть бірінші оңай, и потом барып қиын грамматикалық тақырыптарға өтулеріңіз керек. Демек, our boss мына жерде не болады уже? Мынау past perfect пен келетін болса сөйлемде if-тен кейін. Ол бізде үшінші шартты сөйлем. Оны third conditional деп атайды. Енді үшінші шартты сөйлемнің формуласы бар. Оның формуласы келесідей. If past perfect болса, онда екіншісінде would, потом have, одан кейін не болады? Етістікке иде жалғану керек. Не болмаса, етістіктің үшінші формасы болу тиіс. Онда would have noticed болмайды. Қараңыздар, noticed бол керек. Дұрыс болсын, С варианты. Would notice на жерде have жоқ. Would notice деген келмейді. Wouldn't have noticed, Б варианты бізде дұрыс болады екен. Our boss wouldn't have noticed anything if you have kept silent. Егер сен үніңді шығармасаң, біздің бастық еш нәрсені байқап қоймайтын еді деп тұр. Жалпы сөйлемнің беретін мағынасы осындай. Кеттік. Келесі 14-ші сұрақ. Refers to not the one nor the other. Мынағанда жоқ деген мағынаны білдіретін бізде сөз қайсы. Онда бізде не беріп тұр? Never, both, neither, не болса although деген сөз. Жалпы бұларды давайте шылаулықтар деп атайықшы. Қай шылау бізде жаңағы бұған да емес деген мағынаны білдіреді. То есть екі нәрсеге де жоқ, екі нәрсенің де негативті мағынасын білдіретін сөз болып табылады екен. Мынаны қараңдар. Neither my father nor my mother went to university. Менің анам да, әкем де университетке бармаған. Көрдіңіздер ме? Демек, бір емес екі объектте бізде не болып тұр? Болымсыз сөйлемге мағынасына беріп кетіп тұр. Демек, neither С варианты бізде дұрыс жауап болады екен. Жеттіп алыңыздар. Просто жазып, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Так что солай жазсаңыздар, естеріңізде жақсырақ сақталады. Кеттік. 15-ші сұрақ. Fill in the gaps. I promise that you never another like me. Мен саған уәде берем, что сен мен артығын таппайсың деген. Жалпы сөйлем болса айтып тұр. Енді ағылшын тілінде егер біреуге уәде беретін болсаңыздар, онда міндетті түрде не болу керек? Future simple'ды қолдануларыңыз керек. I promise that I will study hard and get 40 plus in English. Деп маған сіздер уәде берулеріңіз мүмкін. Дұрыс. Любой уәде берсеңіздер, не болады? Future simple жағын қолдануларыңыз керек. Демек, I promise that you'll never find another like me. А варианты дұрыс болады. I promise that you'll never find another like me. Meaning of the modal verb in the sentence. Сөйлемдегі модальды етістіктің беретін мағынасын табыңыз дейді. I heard a noise upstairs. Мен текпешектің үстінен қандай да бір дыбыстарды естідім дейді.
Mary must be at home. Mary үйде болу қажет дейді. Енді жалпы ағылшын тілінде мынандай сөз бар. Modal verbs of deduction and speculation. Deduction дегеніміз бұл орыс тілінде вывод деп аталады. Яғни адамның бір нәрсеге байланысты несі тұжырымдамасы. Демек, мен қандай тұжырымдама жасап тұрмын мына жерде? Текпешектен дыбыстар естідім. Демек, сол дыбысқа байланысты мен тұжырымдама жасап тұрмын, что Mary уже үйге келіп қойды. Көрдіңіздер ма? Демек, қандай да бір мен не қылып тұрмын? Айғаққа сеніп тұжырымдама жасап тұрмын. Демек, айғаққа сеніп жасалған тұжырымдама көп жағдайда не болады? Бізде рас болады. Оған адам сенімді түрде айтады. И сол себептен де бізде не болады? Must деген модаль етсіз қолданып тұр. Сондықтан да дұрыс жауап бізде не болады екен? Тұжырымдама мағынасына қолданатын модаль етсіздік deduction. Жарай ма? Да варианты бізде дұрыс екен. Кеттік. 17. The correct sentence in complex subject. Complex subject күрделі сын зат есімдегі сөйлемді табыңыз дейді. Окей. До вариантынан бастап алайықшы. Our grandson is accepted to Harvard University. Бұл бізде қарапайым пассив войстағы сөйлем. Бұл ешқандай комплекс сабжект емес. Пассив войс дегеніміз бұл ырғыз етсе, Chicago is famous for its criminal history. Бұл қарапайым сөйлем, болым сөйлем. Чикаго өзінің криминалды тарихымен әйгілі дейді. That's what they want. Олардың қалағаны осы дейді. Бұл да қарапайым active voice-тағы қарапайым сөйлем просто. А вариантын қараңыздар. Sorry seems to be the hardest word. Мына сөйлемнің просто аудармасы кешір деген сөз ең қиын сөз екен деген мағынаны береді. Енді ағылшын тілінде комплекс сабжектте бөлек ерекше мынандай не бар? Формула бар. Subject дегеннен кейін, яғни subject дейміз бұл зат есім ғой. Сосын не келеді? Seem не болмаса, конечно, seems деген сөз келеді. Ол егер хешет болса, сосын не болады? To plus verb one келу керек. И осы сөйлемді комплекс сабжектке өзгертіп жібереді. Демек, sorry seems to be the hardest word, а варианты дұрыс болады. Демек, мына ереженде жазып алсаңдар болады. Зат есімнен кейін seem деген нетістіктен кейін плюс 2 plus verb one келетін болса, тура осы формула ол комплекс сабжекті береді. Бұл нағыз ұлттық бірыңғай тестіне келген сұрақтардың бірі. Так что жазып алыңдар. 18 сұрақ. Irregular superlative adjective. Бұрыс күшейтпелі шырайдағы сын есімді табыңыздар. Так, riskiest, wettest, furthest, не болмаса truest. Давайте сендерге просто так мен бірден дұрыс көрсетейін. Мына бетті скриншотқа түсіріп алсаңдар болады. Irregular adjectives and examples. Бұрыс есімдіктердің және мысалдармен бірге дейді. Қараңдар. Many, more, the most. Болмаса far, farther, farthest, болмаса far, further, болмаса furthest. Көріп тұрсыңдар ма? Демек, осындай өзіне тән ерекшеліктері бар. Far деген сын есімнің күшейтпелі түрі бізде furthest болып саналады екен. Сол себептен де дұрыс жауабы С варианты дұрыс болады. Furthest дегеніміз ең алыс деген мағынаны береді, егер қазақ тіліне аударатын болсақ. Кеттік. 19 сұрақ. The right variant. She played the guitar by September. Бұл грамматикалық тақырыпты біздер осы нұсқада сабақ барысында бір талдап жердік. Жалпы сөйлемнің мағынасына тоқталып көрейікші, не дейді? Ол қыркүйек айына дейін гитарада ойнап үйренетін болады. То есть болашақта бір уақытқа дейін көріну керек нәтиже. Көріп тұрсыздар ма? Демек, ол бізде не болды? Future perfect жағы болады. Демек, she сосын не болады екен? Will have been. Хорошо, супер. Will have been able to play the guitar by September. Келеді. Future perfect жағының формуласы қандай? Қайталап өтемін сендерге. Future perfect жағының формуласы subject, әрекетті орындаушы зат есім, одан кейін бар will, одан кейін бар have,
одан кейін барып етістіктің үшінші формасы не болмаса просто етістікке иде жалғану керек. Дұрыс жауап келіп тұр қайсы? Только Б варианты ғана келеді. Will have, мына жердегі been дегеніміз бұл be етістігінің үшінші формасы. Түсінікті ма? Не үшін бізде future perfect жағы үшін Б варианты дұрыс болып тұр екен бұл жерде. Кеттік. Және 20-шы сұрақ. I will have Roy tomorrow. Қай вариант дұрыс болады? Pick your clothes up, to pick your clothes up, picks your clothes up демелса, picking your clothes up. Давайте, пока что осы сұрақтың дұрыс жауабын кішігірім бір видео үзіндіден көрейік. Чтоб сендерге бүгінгі видео сабақ қызығырақ болу үшін мен осындай бір жаңашылдық нәрсе енгізген болатынмын. Давайте кеттік. Miranda Priestley's office. Hey, Emily, it's Andy. Don't hang up. I have a favor to ask you. You have a favor to ask of me. Yeah, thing is, I have all these clothes from Paris, and I don't have any place to wear them, so I was wondering if you could take them off my hands. Well, I don't know. It's a huge imposition, and I'll have to get them taken in. I mean, they'll drown me. But I suppose I could help you out. I will have Roy pick them up this Қараңыздар. I will have Roy pick them up this afternoon. afternoon. I will have Roy pick them up this afternoon. Значит, не болып тұр? Қараңыздар, оқушылар. Бізде келіп тұр, что I will have Roy pick your clothes up tomorrow. Демек, етістіктің бастапқы бірінші формасы болып тұр. Мына жерде Roy дегеннен кейін verb s қылып жалғамайды екенбіз. Көрдіңіздер ма? Verb ing болмайды екен. И to-ден кейін етістіктің бастапқы бірінші формасы деген сияқты ережелер келмейді екен. Демек, make someone do something, let someone do something және have someone do something деген осы үш етістік комплекс object деген тақырып бар. Сол тақырыптың ішінде ерекшеленетін сөздер. И бұларды міндетті түрде жатқа білулерің керек. Так, сонымен, енді оқушылар, егер араларында қазір ұлттық бірыңғай тестке ағылшын тілінен дайындық курсын іздеп жатырғандар болса, онда бізде ай сайын жаңа потоктар ашылады. Біз онлайн дайындық курсымызда, онлайн мектебімізде сен секілді ағылшын тілінен жоғары балл жинағысы келеді оқушыларды нақты жүйелі дайындықпен 40+ жинайтындай етіп грантқа түсетіндей жоғары балл жинауға көмектесеміз. Енді біздің онлайн дайындық курс жайлы толық ақпарат алу үшін мына WhatsApp номерді көріп тұрсыңдар. Соны өздеріңе сохранить етіп алып, маған WhatsApp-қа жекеге жазсаңдар болады. Мен өзім, не болмаса менің кураторым сендерге жауап беріп, сені міндетті түрде ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл жинайтындай етіп дайындап шығамыз. Және бүгінгі видео сабақ сендерге ұнаған болса, комментарийға өз пікірлеріңді қалдырып кетіңдер. Мен барлық комментарийді оқып, жауап беріп, лайк басып отырамын. Так что, келесі сабақтарда көріскенше оқушылар, сау болыңдар.